أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум, досым, қалың қалай? Мен сенімен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін біз кезекті дәрісіміз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен дәрістерімізді жалғастырамыз. Досым, сен қалай ойлайсың? Алла ең бірінші нені жаратты? Осы сұраққа жауап берейік. Ал бисмилля, бастаймыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алла ең бірінші қаламды жаратты деп айтты. Қаламға жаз деп айтты. Қалам нені жазайын деді. Алла тағала қаламға қияметке дейінгі болатын барлық нәрсені жаз деп айтты. Қалам жаратылып болғаннан кейін Аллах тағала лаухул махфузды жаратты. Досым, лаухул махфуз дегеніміз не екенін білесің бе? Ол адамдардың тағдыры жазылатын тақта. Лаухул махфуз жаратылып болғаннан кейін Аллах тағала аршыны жаратты. Аршы ол ұлы тақ. Аршыдан кейін Алла тағала суды жаратты. Одан кейін көк пен жерді жаратты. Досым, көк пен жер жаратылып болғаннан кейін Аллах тағала аспанды 7 қабат етіп жаратты. Досым, одан кейін Аллах тағала жәннатты және тозақты жаратты. Сосын періштелерді жаратты. Оттың жалынынан жындарды жаратты. Соңғы жаратылыс адам болды. Яғни адам атамыз ең әуелі жаратылған адам, есімі Адам алейхиссалам. Досым, сен шатасып кетпеу үшін қайта бір қайталап өтейік. Алдымен Аллах тағала қаламды, лаухул махфузды, аршты, суды, түтін күйіндегі аспан материалдарын, жерді, 7 қабат аспанды, жәннат пен тозақты және жындарды. Одан кейін Адам алейхиссаламды жаратты. Періштелердің барлығына Аллах тағала әмір етті, адамға сәжде етіңдер деп. Періштелердің барлығы сәжде етті. Тек қана Іблістен басқа. Ібліс сәжде етуден тәкаппарланып бас тартты. Аллах тағала оған қалай жауап бергендігін келесі дәрісте көреміз. Жақсы.